Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы checkpoint тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші exercise number 1, бірінші жаттығу read and the number, оқы және нөмерле деген, яғни дұрыс нөмірін қоюымыз қажет. Мысалы, 0-де it's a goat деген, goat ол бізде ешкі, A суретінде тұр. Келесі бірінші it's a duck деген, duck бізде үйрек D суретінде тұр. Екінші it's a chicken, тауық C суретінде тұр. 3 it's a cow, сиыр E суретінде тұр. It's a frog F суретінде, frog бақа. Соңғы 5 бізде it's a rabbit B суретінде көрсетілген. The next exercise number 2, екінші жаттығу look and complete, қара және толықтыр. Оқушылар бізде көріп тұрғандарыңыздай дене мүшелер берілген, соларды біз толықтырып жазуымыз қажет суретке қарап. Бірінші бізде it's got a beak деп тұр, яғни оның үлкен несі бар дейді, сиырдың аузы бар. Ауыз деген сөз бізде mouth сөзін жазамыз біріншісіне. Екінші it's got a small, оның кішкентай несі бар, оқушылар басы бар екен, үйректің head деп жазамыз. Үшінші it's got big, оның үлкен несі бар, құлағы ears. Төртінші she's got blue eyes, оның көк көздері бар деген. Бесінші it's got 4 legs, яғни оның 4 аяғы бар мысықтың. Бесінші суретте тұрған. Келесі exercise number 3, үшінші жаттығу read and underline, оқы және астынсыз. Бірінші we haven't немесе hasn't got a frog. Бұл жерде haven't болады. We болғандықтан we haven't got a frog. Екінші have you немесе has you got a cow. Бұл жерде have болады оқушылар. Have you got a cow. Үшінші she have немесе has. Әрине бұл жерде has болады. Соңғы төртіншісінде they have got blue eyes деп жазамыз. Have болады бұл жерде. Соңғы төртінші жаттығу exercise number 4 read and choose, оқы және таңдап. Дұрысын таңдап жазуымыз керек, сұрақ пен жауабын. Біріншісінде B деген, енді екіншісін оқиық. What type of animals is an elephant? Піл қандай жануар типіне жатады деген. Бұл жерде оқушылар it's a mammal болады. Жауабы яғни D жауабында тұр. Үшінші where is the duck? Where is the duck? Үйрек қайда деген. Оқушылар бұл жерде жауабы F те тұр. It's in the house, яғни үйде деген. Келесі төртінші what are those? Аналар нелер деген сұрақ, бұл жерде бізде жауабы оқушылар C жауабында тұр. They are little frogs болады, яғни олар кішкентай не деген, бақалар деген. Келесі are the chickens eating now? Тауықтар қазір жеп жатыр ма деген. Бұл жерде жауабы yes they are болады. Соңғы how many legs have horses got дегенге 4 жауабы болады. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше see you next lesson.